Өмірден алынған кореялық 14 фильм. Бірінші бізде ол преследователь. Бұл 20 адамды өлтірген Ю Йонг Чхоль есімді сериялық қылмыскер туралы фильм 2008 жылы шыққан. Екінші фильм бізде Битва Йонпьондо 2015 жылы жарыққа шыққан фильм. Бұл да өмірден алынған. 2002 жылы 29 маусымда солтүстік кореялық катер оңтүстік Кореяның шекарасына кіріп кетеді. Сол туралы фильм. Ол жерде 18 адам жараланып, көптеген теңізшілер өмірден өткен болатын. Бұл кезде Сеулде олимпиада болып жатқан кез, сондықтан да көп адам солтүстік Кореяның оңтүстік Кореяға кіріп кеткен жайлы білмей қалады. Сол туралы фильм өте қызық фильм, көруге кеңес беремін. Қазақша субтитрмен оған фансап тобынан көре аласыздар. Келесі бізде 2003 жылы шыққан Легенда Пон Джун Хоның фильмі «Воспоминания об убийстве». Пон Джун Хоны білесіздер, Оскар алған жалғыз кореялық фильм, соның режиссері. Ал «Воспоминания об убийстве» фильмі туралы айтатын болсақ, бұл 1986 жылы орын алған жағдай. 86-дан 91-ге дейін сериялық қылмыскер 13 жасар қыздан бастап 71 жасар Киванаға дейін адамдарды өлтіріп, көптеген әйелдерді өлтіріп, күдікті 21280 адам болған. Сол туралы өте мықты фильм, көруге кеңес беремін. Келесі бізде «Суровые испытания» немесе «Лишенные глаза» екі атауменде фильмді таба аласыздар. Қазақша субтитрмен оған фансап тобынан көре аласыздар. Ал енді фильмге оралайық. Фильм бізде жас мұғалім Сеулден ауылға мұғалім болып барады. Сол жерден мұқы балаларға сабақ бере бастайды. Балалардың өте бір жуас, өте момын екендерін, қорқып қалғандарын түсініп, балаларға жақын бола бастайды. Кейін балалардың директорден бастап мұғалімге дейін оларды зорлайтынын біледі. Бұл жайлы сотқа береді. Директорда барлығын үлкен сот болады, бірақ дәл фильмде де, өмірде де ешкім сотталмайды. Енді кішігірім бекен немесе үлкен бір спойлер болған шығар, дегенмен де фильмді көріңіздер, өте ауыр фильм. Келесі бізде Ода Маймуатсу, бұл Корея соғысынан кейінгі оңтүстік кореялықтардың өмірі туралы, олардың қиын шақтары туралы 15 миллионға жуық билет сатылған фильм, өте мықты фильм, көруге кеңес беремін. Келесі бізде Адмирал туралы фильм. Адмиралды көбісі біледі деп ойлаймын. Өздерінің әскері өте аз болды, ал жапондықтарды өте көп болды. Дегенмен де соған қарамастан Адмирал бастаған команда, Адмирал бастаған үлкен топ оларды жеңіп шыққан еді. Қазақша субтитрмен фансап тобынан көре аласыздар. Келесі бізде «Таксист» деген фильм. Бұл жерде бізде қарапайым таксист, неміс журналистін өзінің көлігіне салып алады. Енді ол таксист болғанда мен сол кезде бұл 1980 жылғы оқиға, содан басы үлкен дау-дамайға қалады. Бір өте қызықты фильмдердің бірі, өмірден алынған фильм емес, көруге кеңес беремін. «Дело об убийстве в Итевоне» өте ауыр, бірақ өте қызық фильм, өмірден алынған. Бургер Кинг, мен өте қатты жақсы көремін Бургер Кинг, бірақ Итевондағы Бургер Кингте әжетханада Корей жігітін студентін өлтіріп кетеді. Күдікті болып американдық екі азамат болады. Бірі 20 жылға бас бостандығынан айырылса, екіншісі өмір бойы сотталады. Өмір бойына, егер мен қателеспесем, сондай бір саясиға толы фильм. Ауыр, дегенмен де өте қызық, сондықтан да көріңіздер. Келесі бізде «Возвращение домой» немесе «Путь домой» өте ауыр фильмдердің бірі, дегенмен де өмірден алынған. Бізде ерлі-зайыпты екеуі өте жағдайлар ауыр болады, қиын болады. Соған оларға достардың бірі мынадай ұсыныс айтады: қымбат алтынды, бір бриллиантты алып шығу керек. Сол кезде сіздерге көптеген ақша беріледі сол үшін деп. Бірақ оны Парижге барып, сол Парижден әуежайдан өту керек дейді. Солай, бірақ әйел адам болу керек дейді. Сондықтан әйелі оған келіседі, бірақ кейін белгілі болғандай, оның ішінде тас емес, алтын емес, есірткі екені белгілі болып, ол әйел өкінішке орай қамалады, еліне қайта алмайды, біраз уақытқа дейін өте қатты қиналады. Барлығын түсіндірсе де ол не француз тілін, не ағылшын тілін білмейді. Сондай бір өте ауыр фильм. Осыдан бірнеше жыл бұрын өзім көрген едім. Бұл жерде Қазақстан деген сөзді сәл бір айтып қалады сол фильмде. Дегенмен де жақсы жағынан емес, қандай жағынан оны фильмнен көре аласыздар. «Последний выстрел президента» Пак Джон Хо деген президент болды кезінде оңтүстік Кореяда, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Оны атып салған болатын. Бұл өте бір кәрістердің айтуы бойынша диктатор болды. Бірақ ол президент бізде болса, мүмкін біздің елді өте қатты дамытар ма еді деген ой келеді. Соны қалай атты, қалай соған дайындалды, соның барлығы осы фильмде көрсетеді. 2005 жылы шыққан фильм, көруге кеңес беремін. «Как один» немесе «Единый». Оңтүстік Корея мен солтүстік Кореяның спортшылары бірге олимпиадаға қатысу керек. Басында екі елдің азаматтары бір-бірін жақтырмайды, ұнатпайды. Кейін бірақ дос болып кетеді, олимпиадаға қатысады, олимпиадада жеңеді. Бұл жерде бізде оңтүстік Корея мен солтүстік Кореяның қарапайым адамдарының достығы көрсетіледі. Соңында кейіпкер айтады оңтүстік Кореяның: мен енді сенің телефоныңды да білмеймін, саған хабарласа алмаймын, ешқашан да хабарласа алмаймын деп сондай бір жылайды. Өте мықты фильм, көруге кеңес беремін. Қазақша субтитр оған фансап тобының ақыл тобында көріңіздер. «Тележка». Бұл жерде бізде супермаркет қызметкерлері, оларды келісімшарт біткеннен кейін жұмыстан шығарады толығымен. Барлығының да балалары бар, отбасы бар, оларға өте қиын болады. Сондықтан да олар ойлана келе бірге басшылыққа қарсы шығады, оларды жұмыстан шығармауды талап етеді. Осы жайлы өмірден алынған фильм. «Адвокат». 1980 жылдары, жаңағыда айтып өткенімдей, өте бір қиын болған шақ оңтүстік Кореяда. Жас студенттерді, президентке қарсы шыққан жас студенттерді өте қатты қинайды, ұрып соғады. Соның сол кезінде адвокат дәл осы студенттердің бірін қалай болмасын қорғау керек болады. Осы туралы өте қызық фильм. Және ең соңғысы бізде «Информатор». Доктор Ли Чан Хван ұлттық қаһарманға айналады, өзінің бір жетістігі арқылы барлық телеарнадан дәл осы дәрігерді көрсетеді. Журналист Юн Мин Чхоль дәрігер туралы көптеген ақпараттарды іздегісі келеді, қызбалай бастайды. Кейін «Информатор» шығады, дәрігер Ли Чан Хванның ісінің барлығы өтірік, ол өтірік қаһарман болып жүр дейді. Осы жайлы өте бір қызық фильм.
аталған фильмдердің ішінде сіздер көрген фильм бар ма, оны төменге пікірге жаза кетіңіздер.